Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай малина қосылған творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасындағы майымызды ыдысымызға саламыз және оның үстіне өлшеп алған қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап ерігенше миксерлейтін боламыз. Міне миксерлеп болғаннан кейін енді оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін өлшеп ситадан өткізіп дайындап алған ұнымыздың жартысын саламыз және оның үстіне қопсытқышымызды саламыз. Оны жақсылап миксерлеп аламыз, немесе қолмен де араластыра салсаңыздар да болады. Жақсылап миксерлеп болған соң енді қалған бөлігін салып, қолдың көмегімен жақсылап жұп-жұмсақ қамыр қылып илеп шығамыз. Міне қамырымызды илеп алдық, өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр дайын болды. Қамырымызды біраз тындыруға қойып қоямыз. Ал оған дейін начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге творог керек және қаймақ, жұмыртқа, осы үшеуін алып блендердің көмегімен жақсылап езіп шығамыз. Достар, егер начинкаларыңыз қатты сұйық болып жатса, 30 граммдай 2 ас қасық кукурузный крахмалды қосып жіберсеңіздер болады. Сонда начинкаларыңыз қатты сұйық болмайды. Енді начинкамызды екіге бөлеміз. Бөліп алғаннан кейін екінші жартысына малинамызды саламыз. Енді оны блендердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша езіп аламыз. Езіп болған начинкаларымызды дайындап қойып қоямыз бір шетке. Енді дөңгелек 22 формамызға қамырымызды біркелкі тегістеп, жұқалап жайып шығамыз. Дайындап алған формамыздың үстіне енді дәл зебра пирогындағыдай қызыл мен ақ начинкамызды кезек-кезек құйып шығамыз. Дайын болды пирогымыз. Енді қызып тұрған 180 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Оны өз духовкаларыңызға қарайсыздар. Міне біздің пирогымыз өте дәмді әрі жұмсақ болып пісті. Дәмі енді сөз жоқ, керемет болып шықты. Менің отбасыма ұнады. Енді сіздердің де отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Достар, мен YouTube арнамда басқа да керемет рецепттердің түрлері бар. Соларды көру үшін каналыма тіркеліп қоңышына басып қойыңыздар және осы рецепті міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің арнамда осындай керемет рецептерді сіздер де көріп отыратын боласыздар.